Ассалаумағалейкум Жұманғали аға. Қалайсыздар? Аман есенсіздер ме? Жақсы, аман есенбіз. Жағдайларыңыз бәрі дұрыс па? Ауыл аймақ бәрі дұрыс па? Ауыл аймақ жақсы, Құдайға шүкір. Мына енді сәл мына індет деген қиынап ауданымызды қиын болып жатыр. Енді жалпы бұл енді індеттің әнеугінгі біраз кішкене қарқыны біраз адамымыздан ажырап қалдық. Медицинаның шамасы келмей жатыр ғой, ауырған адамдарды қалпына келтіруге. Көп адамнан біз танитын, араласып жүрген біраз адамдардан ажырап қалдық. Оның үстіне облыстағы танитын жігіттердің де біразы кетіп қалды. Қаржаубай деген азаматты кеткенін қатты. Рас, сіздің коллеганыз. Құдайға шүкір, енді басылатын шығар, енді мынау індет осыменен кетсін, бәрі артта қалсын енді. Рас айтасыз. Ал енді жұмысқа көшеміз ба? Жұманғали аға, негізі бүгін біздің басты тікелей эфирге шығу себебіміз, мақсатымыз Zoom платформасы арқылы осы әлеуметтік желі қолданушыларына, осы басқа да Байзақ ауданы емес, осы облыс тұрғындарына Байзақ аудандық қоғамдық кеңесінің 2020 жылғы бірінші жартыжылдығында жасалған жұмыстар туралы қысқаша баяндап айтып кету. Өйткені қазіргі уақытта мынау жаңа технологияны пайдалана отырып, бір-бірімізбен сұхбаттасу негізгі мақсатымыз. Және бүгінгі таңдағы ахуалда бір-бірімізбен тілдеспей, жүздеспей, тек қана онлайн түрде жүздесуі мақсатымыз. Енді Жұманғали аға, осы 2020 жылдың бірінші жартыжылдығындағы атқарылған жұмыстардың туралы қысқаша айтып кетсеңіз, Байзақ ауданында не атқарылды? Енді 2020 жылдың жарты жыл бойынша қоғамдық кеңестің жұмысына тоқталатын болсақ, енді біз былтыр жылдың басында үш жоспар жасап, үш жоспарды бекіткен болатынбыз. Сол үш жоспардың негізінде біз қазіргі күнге дейін сол жұмыстарды атқарып жатырмыз. Әрине, жаңа өзі айтқандай, бізге кішкене биыл қол байлау болған, мынау жаңағы індет бізге кішкене қол байлау болды. Қандай бұрынғы өткен жылдармен салыстырғанда бір белсенді жұмыстарды көрсете алмадық, себебі жаңағы бар жерде жаңағы шектеу болды, карантин болды. Сол сияқты елді ұйымдастыру, жаңағы өткізу мәселелері қиын болды. Бірақ соған қарамастан біз осы жартыжылдықта 2 қоғамдық кеңестің отырысын өткіздік, 6 төралқа отырысын өткіздік. Және 15 комиссия, бізде 3 комиссия бар, 3 комиссияның сол 15 отырысы осы жартыжылда өтті. Ондағы негізгі мәселелер бізде енді ана жылдағы жоспар бойынша біз алғаш мынау аудан әкімінің 2019 жылға атқарған ауданның экономикалық ахуалын жақсартуға жасаған жұмысының есебі болды. Енді ол жөнінде де ол есепті біз қарар алдында жұмысшы тобын құрып, төралқа отырысында біз талқылап, жұмысшы тобын құрып, сол жұмысшы тобы аудан әкімінің есебін тыңдауға дайындық жасады. Сол дайындықтың арқасында біраз көптеген мәселелер көтерілді, және сол мәселелер бойынша біз ұсыныстар бердік. Әрине, бұл біздің сол төралқа жаңағы біздің қоғамдық кеңестің отырысының барлық нұсқасын, яғни жаңағы біздің протоколымыздың барын жүргізген тәртібімізді суретіменен біз қазір мына сайтқа шығарған болатынбыз. Егер де жаңа толық мазмұны сол жерден білгісі келген азаматтар болатын болса, жаңағы облыстық жаңағы кеңестің сайтында тұр, аудандық әкімнің сайтында тұр.
Сонымен бірге жаңа жалпылама қысқаша мәлімдеме ретінде, мақала ретінде аудандық ауыл жаңалығы сельский новый газетінде жарияланды. Сол сияқты екінші мәселе, біз екінші 90-дағы мәселе аудан бюджетінің атқарылуын қарадық. Аудан бюджетінің атқарылуын қараған кезде сол біраз мәселелердің жаңағы бетін аштық. Бетін ашқан кезде бізде енді анау жалпы аудан, дотационный аудан болғаннан кейін бізге көбінесе салықтың уақытылы орындалуы бізге өте қажет. Себебі ауданның әлеуметтік экономикалық көмегіміз, яғни біздің бюджетсіз ешқандай жаңағындай экономикалық әлеуметтік жағдайдың ауданын көтеру мүмкін емес. Сондықтан біз көбінесе сол аудан бюджетінің толық атқарылуына, өзіміздің жаңағы аз да болса өзіміздің табыстарымыз бар, жаңағы салықтардың әртүрлері бар, салықтан түсімдері бар. Міне осылардың бәрінің орындалуына біз көп көңіл бөлеміз. Себебі бізге жаңа айтқандай, ол бюджет біздің ең бірінші негізгі резервіміз, негізгі біздің күшіміз сол бюджеттің орындалуында. Ойлаған, жоспарлаған іс-шараларды атқару үшін бюджет болу керек. Сол сияқты осы екінші жаңа 90-да қаралған. Екінші 90-да қараған жаңағы бюджеттің атқарылуы, сол бюджеттің атқарылуында біз негізгі мәселелер көтерген кезде осы бюджеттің тиімді пайдалануы мәселе қарадық. Негізінен енді ол көп негізінен біздің ауданда тиімсіз пайдаланбаған бюджеттің несін биылғы жылғы 19 жыл бюджетін біз көп анықтамадық. Ал енді негізгі мәселе жаңағы салықтың орындалуы. Қазір бізде ауданда соңғы 2 жылда мынау 4-ші деңгейдегі бюджет деген ашылды. Бізде жаңа бюджет кодексінде ашылып, қазір 4-ші бюджет деңгейдегі бюджет жұмыс жасап жатыр. Бұның бізге бұл жаңағы өзін басқару негізінде бұл елді мекендерде ауыл округ әкімдерінің кішкене өзінің қаражаты болып, ол сол ауылдағы қажетті мұқтаж жаңа жағдайларға қаражат бөліп, оны орындау мақсатында қол жетімді болып отыр. Міне сол мәселеге байланысты бізде жаңағы қазір әрбір ауыл округінде 4-ші деңгейдегі бюджеті бар. Олар өздерінше жаңа қарайды. Бірақ енді осы жаңа егерде аудан дотационный болмай, егерде өзінің жаңағы салық көзіменен басқа түсімдерден табыс көзі көбірек болатын болса, ауыл округтерінің жаңағы ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін оларға үлкен мүмкіндік болатыны анық. Сол үшін біз енді жаңағы әрбір жаңа бюджет талқылаған кезде аудан әкіміне, аудан әкімдігіне, оның жаңағы бөлім басшыларына біз өзіміздің жаңағы ұсыныстарымызды айтамыз. Бізде енді ауданда қазір аудан негізінен ауыл шаруашылығы аграрлық аудан болғандықтан бізде негізі ауыл шаруашылығымен айланысады. Енді ауыл шаруашылығы өнімдерін біз қазір көбінесе сол шикізат ретінде сатып табыс тауып жатыр крестьяндар. Ал енді осы шикізаттарды біз өңдеп, жаңағыдай өңдейтін өндірістер аша алсақ, елді мысалы бізде кейбір тәжірибе ретінде айтатын, біздің мынау Бурыл ауылында май шығаратын цехымыз бар. Мына Қостөбе ауылында сүт өңдейтін кішкентай шағын жаңағыдай заводымыз бар. Міне осы сияқты заводтарды, жаңағыдай цехтарды көбейтсек, біздің жаңағы ауыл шаруашылығындағы өндірілген өнімдердің жаңағы өңделіп, ол өңделіп сатылған болатын болса, ауданға үлкен табыс көзінің бірі осы болар еді. Әрине қазір бізде де біздің аудан қалаға жақын болғаннан кейін көбінесе
мынандай пияз өсірумен айналысады, қызылша өсіреді. Міне осындай өнімдердің бәрін біз қазір әшейін жаңағындай сырье ретінде сатып жібереміз да, оларды өңдейтін ешқандай неміз жоқ. Мысалы, томат шығаратын, мысалы, басқа да овощтарды өңдейтін жаңағы цехтар ашылып жатса, әрине ауданда жаңағындай табыс көзі ұлғаятын еді, бюджеттің көзі ұлғаятын еді. Міне осындай мәселелерді біз жаңа қоғамдық кеңестің отырысында бюджет толықтыру мәселесін көтеріп, осындай мәселелерді қолға алу қажеттілігін айтып ұсыныстар білдірдік. Енді ол мәселе қазір сол аудан әкімі қазіргі анау былтырдан бері бізде ауданда пилоттық жоба ретінде 2 елді мекенге пилоттық жоба ретінде ауыл тұрғындарының тұрмыстық жағдайын жақсарту мәселесі деген бағдарлама жұмыс жасап жатыр. Оны жақсы білесіздер. Облыс деңгейінде барлық аудандарда бір ауылдан осы мәселемен айналысып жатыр. Ал енді осы мәселе бойынша да қазір жаңа көптеген жұмыстар атқарылуда. Әрине сол осы енді биылғы жылы осы жаңағы біздің елді мекенде екі Қостөбе, Түймегөл елді мекендерінде осындай мәселелер жаңа пилоттық жоба бойынша жұмыстар атқарып жатыр. Егер де осылар өзінің жаңағы жылдың соңына дейін бір жақсы көрсеткіштерін көрсеткен болатын болса, яғни ол біздің ауданға деген үлкен табыс көзінің бірі болар еді. Сол мәселелер қолға алынып жатыр. Міне осындай мәселелерді біз қозғап. Жұманғали аға, рахмет. Рахмет, қысқаша аудан туралы айтып кеттіңіз, жұмыстарыңыз туралы айтып кеттіңіз. Енді осыдан 2-3 күн бұрын мен сіздердің орталық ауруханаларыңызда болдым. Орталық ауруханада болғаннан кейін бірінші байқаным, ауруханада да, емханада да ескі ғимарат екен. Екеуінде де. Халыққа өте ыңғайсыз. Шыны керек, мен Советтің жергілікті тұрғыны болса, мен айтар едім. Бұл бүгін таңда 21 ғасырға салынған, 20 ғасырда салынып кеткен, ұмытылып кеткен бір аудан сияқты болып тұр. Бірақтан сіздер қалаға өте жақынсыздар. Енді мен кеше денсаулық сақтау басқармасынан білдім, ол кісілер өте ПСД-сын жасап, жаңа аурухана салуға өте бюджеттен ақша сұрап қойыпты Байзақ ауданына. Енді емхана салу бойынша сіздер қоғамдық кеңес болып, қоғамдық тыңдау өткізіп, осы ауданда жаңа емхананың тұрғызуына, немесе анау қазіргі уақытта не бар ғой? Емханаларды ГЧП бойынша өткізеді, оларды частные руки дейді, жеке меншіктерін беріп, оларға талап қойсаңыздар, жаңа емхана салып беріңдер біздің ауданға деп. Өйткені сіздердің аудандарыңыз бәрі жан-жақтарында орналасқан, Жамбыл ауданы сияқты емес, әр жерден жиналатын тараспасын. Сіздердің мынау Саркемер ауылы тура орталықта орналасқан, бәрі айналып келуіне өте ыңғайлы, қатынауда да ыңғайлы. 100 мыңға жуық халық тұрады сіздерде. Халық аз емес, жартысы Таразға келіп қатынап жұмыс істейді, басқа қылады. Сіздердің еще өздеріңізде бір 5-6 үлкен супермаркет бар. Ондай аудандарда біреу табылса, ол жақсы. Кейбір аудандарда ол да жоқ. Сіздердің өздеріңізде 5-6 бар ше. Ол дегенде ол халықтың тыныштығын, жақсылығын бір белгісі. Бірақтан мынандай әлеуметтік мемлекеттің осындай нәтижесін көрсететін, жақсы жағын көрсететін кезде бізде осындай мәселе кенже қалып тұр. Осы айтып отқаныма келісесіз ба? Қандай пікір білдіресіз? Әрине, ол өте дұрыс. Қазір біздің соңғы 5-6 жылда біздің халықтың саны өте тез дамып өсіп келе жатыр. Күннен күнге қазір біздің халықтың саны аудан бойынша 107 мың адамға жетті. Бұрын біздің ауданда сол 70 мың төңірегінде болған, біз соңғы 5-6 жылдың ішінде мынандай осындай деңгейге көтеріліп кетті халықтың саны. Әрине, халықтың саны көбейген сайын бұндай жаңағындай әлеуметтік объектілерге сұраныс көбейетіні ол белгілі.
бұл жаңағы аудандық орталық жаңағыдай поликлиника дейміз ғой, поликлиника менен аурухана мәселелері, емхананы бұл мәселе біз соңғы 5-6 жылда ол мәселені көтеріп келдік. Бұл мәселе қазір биылғы жылы уже сол қозға тапты. Биылғы жылы осы жаңа проектный сметный документация дейді ғой, сметалық құжаттарды дайындау үшін біраз қаражат бөлінді. Ол қазір 135 миллион, меніңше, менің жаңылыспасам, сондай қаражаттар бөлініп, бұл қазір жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Егерде біз енді жаңа дотациялық аудан болғандықтан біздің жаңағы ондай күрделі құрылыстарды жүргізу тек қана республика мен облысқа тәуелдіміз. Сондықтан келесі жылы егер облыс әкімінің осы біздің ауданға келген сапарларында біз көрсеткен, аудан әкімі бірге жаңағы біздің қажеттілікті көрді. Содан кейін осы қозғалыстар басталды. Яғни келесі жылға мүмкін мына құрылыс басталады. Біз жерін бәрін дайындап қойдық, жаңағы емхананы соғатын. Егерде облыстан жаңағы биыл проект құжаттар дайын болып экспертизадан өтіп жатса, келесі жыл қаражат бөлсе, Құдай қаласа, сол емхананың құрылысы басталу керек. Оған дейін әрине қиналсақ та сол неден шығып жатырмыз. Ал енді жаңағы әріптестік мәселесі бойынша біздің аудан көлемінде барлық елді мекендерде, яғни ауыл округтерінде барлық бұрынғы ескі ғимараттардың орнына бұрын кейбіреулері бұрынғы тұрғын үйдің есебінен салынған зданияларда тұрған медпункттеріміз болған, жаңағы ауылдық фельдшерлік акушерлік амбулаториялар болған. Солардың бәрі қазір бүкіл ауданда жаңа әріптестік жаңағы бағдарламасының соның арқасында қазір сол барлық елді ауылдарда бір-екі ауыл қалды. Қазір ол келесі жылға жоспарланып отыр. Солар бітсе, бізде толық ауылда жаңағыдай фельдшерлік акушерлік бүгінгі талапқа сай типтік сол фельдшерлік акушерлік пунктпен қамтылатын болады. Енді бір-екі кіші ауылдар қалды. Үлкен ірі ауылдардың бәрі қамтылды. Жаңа әріптестік бағдарламасының негізінде солардың бәрі уже сондай тип. Енді Жұмағали аға, қоғамдық айтып болыңыз. Одан мен келесі мәселе бар еді. Айта беріңіз. Бұл енді әрине жаңағы менің сөзімнің басын жаңағыны біз анда қоғамдық кеңесте бюджет мәселесін қараған кезде осы әңгіме қаражатқа келіп тіреледі, көп нәрсені жасағымыз келеді. Бірақ сол қаражаттың енді жаңағы тапшылығы деп келеміз. Ал биылғы жылы біздің ауданға үлкен, мысалы, қазір мына көптеген объектілерге 13 миллиардтай ақша бізге ауданға қазір жылдың басында бөлінді. ДКЗ бойынша ма? Бұл жерде қазір бірнеше объекттер, ДКЗ бойынша, жаңағы жұмыспен қамту мәселесі бойынша, сол жаңағыдай жолды жөндеу, мектептерді күрделі жөндеу, содан кейін сол сияқты үлкен құрылыстар, мысалы, Бурулы ауылында үлкен мектеп, 300 орындық мектеп соғылып жатыр. Спорттық комплекстер, жаңағыдай футбол алаңшалары деген сияқты көптеген объектілер, жаңа айтылды ғой, 13 миллиард сомға қаражат бөлініп, біз соны қазір игеріп жатырмыз осы жылы. Оны енді осы бойынша да біздің енді қоғамдық кеңес қазір осы үлкен қаражат бөлгеннен кейін аудан әкімдігімен бірлесіп жаңағы 3 топ жаңа қоғамдық бақылау ретінде 3 топ құрылды. Сол 3 топтың бір тобы мен өзім басқарамын. Сол мен басқаратын топтың өзінде 63 нысан бар. Мен енді сол жаңағы құрылыстың жүрісін, олардың жаңағы бүгінгі мынау санитарлық жағдайларын сияқты мәселелердің бәрін апта сайын аралап, қадағалап, осылардың жұмыс барысын, жұмыстың уақытысында жаңа график бойынша құрылыстар
жүргізу мәселесі, содан кейін ол жердің құрылыстың сапасы, құрылысқа өзіміздің отанның жаңа құрылыс материалын пайдалану мәселелері жөнінде сияқты мәселелерді көтеріп, біз бұл жаңағы мердігерлерменен бірге осы жұмыстарды қадағалап жатырмыз. Енді бұл мәселе биыл ғой, бұның бәрі үлкен қаражат, аудан келесі жылға мысалы үлкен өзгерістер байқауға болады. Осының бәрі егер жөнделіп бітіп жатса, жаңағындай мектептеріміз жөндеуден өтіп жатса, мысалы Киікбаев мектебі үлкен төбесі бұрын андай төбесін қайта жауып жатыр. Қазіргі сол құрылыстан кейінгі мектептің бет бейнесі өте басқаша өзгерді. Мысалы Қостөбе, Қосақ ауылдар деген кішігірім ауылымыз бар еді. Оларда жаңағы орта бастауыш 9 жылдық мектеп. Оның да жаңағы мектеп кішкентай бұрынғы ескі тұрғын үй сияқты сол бұрынғы нелер зданиялар еді. Соның бәрін қазір күрделі жөндеуден өтіп, жаңағы мектептің бет бейнесі өзгерді. Жаңадан салынған құрылыс сияқты көрінеді қазір. Балалардың жаңағы білім алуына үлкен жағдайлар жасалған. Міне осындай мәселелер көп айта берсек. Ал енді Жұман аға, мынау ДКЗ-дан бөлек сіздерде үлкен бағдарлама жүзеге асып жатыр. Ол биыл ұмытпасам 3-ші жыл. Ауыл ел бесігі деген. Мынау сіздерге Тараз қаласы мен Сарыкемерге барар жолдың бәрін бөліп жөндеп үлкен күрделі бір анау бір 20-30 жыл асфальт ауыстырмайтын асфальт салынып жатқан сияқты менің ойымша ше. Соның енді сапасына, жасалып жатқан жұмысына сырттай бақылау жүргізіп келе жатсыздар ма? Оларға ұсыныс беріп жатсыздар ма? Мынандай дұрыс, мынандай дұрыс емес. Өйткені ол ертең сол игілік, сол халыққа, сол жергілікті адам, сол сіз бен бізге Таразға қатынауға арналған жол ғой. Дұрыс айтасыз. Бұл жол былтыр басталған, былтыр жол октябрь айынан бері осы жол қолға алынды. Әрине, жаңағындай күнделікті қазір қатынауға халыққа кішкене қиындықтар туғызып жатыр, бірақ өткен жерлерінде кәдімгідей уақытша қиындықтар туып жатыр. Бір кездерде осы Сарыкемердің ішінде жаңағындай жол құрылысы жүріп жатқан кезде біздің тұрғындарымыз жаңағындай арызданып, шағымданып, телевидениеден алып беріп сондай мәселелер көтерген. Біз енді сол кезде бізде соған халыққа түсіндіру арқылы оларды жаңағындай жұмыстың сол көтерген өзінің сол жеке адамдардың өзінің басын шақырып ұйымдастырып жұмыстың жаңағындай сапасын бірге қарап солармен бірге. Мен енді сол кездерде мен де теледидардан сұхбат берген былтырғы жылы осы сол жолдың сапасы жөнінде. Біз енді қазір сапасын мүмкіндігінше қадағалап отырмыз. Ол мына жолдың сапасы қазір біз мына біткен жағында қазір көріп пайдаланып жатқан жағын жолды көрген кезде бұл енді бұрынғы жолға қарағанда почти 100% үлкен жаңа автожолға, транспорттың қатынасына үлкен бір жағдай жасалынған деп айтуға болады. Себебі бұрынғы жолдардың мына үлкен салмақты автокөліктерге біздің жолдарымыз есептелінбеген еді бұрынғы. Сәл жаңағындай үлкен грузбенен автокөліктер жүріп, бір-екі жүріп кетсе, жолдың жаңа бедері бұзылып, астында еріп жаңағындай колея болып қалатын бұрынғы. Қазір мына жолда бұл 3 слойлы жол жасады. Ана астында тас аттан бөлек, соның кейін жаңағы оның үстіне сетка салды, сеткадан кейін бір слой асфальт, ол да где-то 7-8 сантиметрге дейін. Одан кейін үстінің жағына екінші жаңағыдай тегіс болу үшін оның тағы да асфальт салынды. Сөйтіп бұл үлкен жаңағы салмақты автокөліктердің жүруіне де толық мүмкіндіктер жасалынды. Бұл жол егер толық бітсе, бізге мысалы жалпы аудан халқына үлкен бір жасалған көмек болады деп ойлаймын.
Рахмет, Жұманғали аға. Пікіріңізге рахмет. Осылай тікелей эфирге шығып, зумға шыққаныңызға рахмет. Аман болыңыз, денсаулығыңызға қарап жүріңіз, маска киіп жүріңіз, маска шешіп жүріңіз. Көшеге шыққанда өйткені Қордай бізде аудандарда екінші ме үшінші орын алып тұр. Сол үшін өз денсаулығыңызға қарап, елге қызмет жасай беріңіз аға. Аман болайық. Көріскенше. Рахмет. Енді оның бәрін біз енді шамамыз келгенше сақтанып жүрміз. Енді ана көпшіліктің арасында жүргендер кейде ана әрине қорқасың. Себебі көз алдымызда бірге жүрген, бірге қызметтес болып жатқан азаматтардың өмірден кетіп, осы індеттің арқасында өмірден кетіп жатқан көзіміз көріп отырғаннан кейін біз басқаша қарауға мүмкіндігіміз жоқ. Оны біз елге де түсіндіріп жатырмыз. Қазір шамамыз келгенше барлық ақпарат енді теледидарда да оны күнделікті айтып жатыр. Енді халық бүгін қазір кейінгі кездерде кішкене түсіңкіреп қалды. Алғашқы кездерде сенбегендей болып жүрді. Халық бізге де өзімізге талайды. Ой, ол андай екен, мұндай екен, бұл вирус қолдап жасалған екен деген сияқты кейбір азаматтардың ой пікірлері болды. Қазір енді мына көзбе-көз ауданда мынандай көп азаматтың шығыны болғаннан кейін елдің көзі жетті. Қазір ел жаңағыдай елді жинауға, басқадай шара өткізуге келісе бермейді елдер. Сондықтан енді бізді дұрыс болатын шығар деп ойлаймыз. Мақұл аға, амандықта. Халықта кездескенше, көріскенше, аман болайық.